Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Мен Жұмабекова Эльмира Батырхановна, Теміртау жоғары политехникалық колледжінің физика пәні оқытушысы болып табыламын. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған сабақтың тақырыбы линза және оның оптикалық параметрлері, линзада кескін алу. Жалпы линза дегеніміз екі жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір дене. Линзаның екі түрі бар. Ол дөңес линза және ойыс линза. Дөңес линза центрі жағы қалың, шеткі жақтары жұқа болып келетін линзаның түрі екен. Дөңес линзаның үш түрі бар. Біріншісі ол қос дөңес линза, яғни линзаның екі жағы да шығыңқы, яғни дөңес болып келеді. Екіншісі жазық дөңес линза, яғни бір жағы жазық, екінші жағы шығыңқы болып келеді. Үшінші ойыс дөңес линза, яғни бір жағы ойыс, екінші жағы дөңес болып келетін линза. Келесі линзаның түрі ойыс линза. Ойыс линза деп отырғанымыз центріне қарай жұқа, жақтауларына қарай жуан болып келетін линзаның түрі. Ойыс линзаның да үш түрі бар екен, яғни ол қос ойыс линза, жазық ойыс линза және дөңес ойыс линза. Жалпы тәжірибеде жұқа линза қолданылады. Яғни жұқа линза деп отырғанымыз линзаның қисықтық радиусы R1 және R2 қисықтық радиустары ол линзаның қалыңдығынан әлдеқайда көп болатын линзаны жұқа линза деп атайды екенбіз. Яғни алдыдағы айтып отырған линзалардың барлығы жұқа линза болып табылады. Линзаның негізгі параметрлері ол біріншіден линзаның бас оптикалық осі. Линзаның бас оптикалық осі деп отырғанымыз линзаны шектейтін сфералардың центрі арқылы өтетін түзу бас оптикалық ось деп аталады. Бас оптикалық ось де линзаның ортасында орналасқан нүкте, яғни О нүктесі, ол оптикалық центр болып табылады. Линзаның оптикалық центрінен өтетін сәулелер ешқандай өзгеріске ұшырамайды, яғни бағыты өзгермей тіке бас оптикалық остың бойымен жүреді. Тағы бір линзаның параметрі ол фокус болып табылады. Фокус үлкен әріппен белгіленеді, яғни бас фокус. Ол жинақтаушы шыны линза бас оптикалық оське параллель өтетін жарық шоғын бір нүктеге жинақтайды екен. Осы нүкте, яғни осы бас фокус болып табылады екен. Линзаның оптикалық центрінен оның бас фокусына дейінгі аралықты, яғни мына аралық, яғни центрдан фокусқа дейінгі аралық фокус аралығы деп аталады. Жинақтаушы линзадан өткен кез келген сәуле жарық параллель шоғы бір нүктеге жинақталады деп айттық. Осы нүкте арқылы өтетін жаңағы бас оптикалық оське перпендикуляр өтетін жазықтықты фокус жазықтық деп атаймыз, немесе фокальдық жазықтық деп атайды оны. Егер бас оптикалық оське параллель жарық сәулелерін түсіретін болсақ, ол линзаның бас фокусінде жинақталады. Яғни бұл жағдайда линзалар шағылуға, сынуға кешірімдер ұшырап, сол бас фокуста жинақталады екен. Дөңес линза өзі арқылы өтетін жарықты бір нүктеге жинақтайтын болғандықтан, дөңес линзаны біз жинағыш линза деп атайды екенбіз. Ойыс линзалардың шеті қалың, ортасы жұқа болады. Оны жаңа алдыда айтып кеттік. Яғни осыған орай өзі арқылы өткен жарықты ойыс линза шашыратады екен. Сол себепті ойыс линзаны біз шашыратқыш линза деп атайды екенбіз. Шашыратқыш линза арқылы алынатын кескін әр уақытта жалған болып табылады. Яғни жалған дегеніміз не? Яғни ол линзаның алдында орналасады деген сөз. Көріп отырғандағыдай, шашыратқыш линзаға, яғни ойыс линзаға параллель жарықтардың түсу барысында біз олардың шашырап жан-жаққа бағытталғанын көріп тұрмыз. Келесі жағдайда дөңес линзаға дәл сондай параллель сәуле шоқтарын түсірген кезде, ол шоқтардың бір нүктеге жинақталып тұрғанын байқап отырмыз. Бұл линза жинақтауыш линза болып табылады.
линзаның негізгі параметрларының бірі ол оптикалық күш деп аталады. Линзаның оптикалық күші дегеніміз бас фокус қашықтығына кері шаманы айтады екенбіз. Оптикалық күш латынның үлкен Д әріпімен белгіленеді екен. Оны анықтау үшін фокус аралығын, яғни бір санын фокус аралығына бөледі екенбіз. Линзаның оптикалық күші диоптриямен өлшенеді. Бір диоптрия дегеніміз 1 метрдің -1 дәрежесіне тең екен. Линзаларда заттың кескінін салу үшін келесі 3 қағиданы естен шығармауымыз қажет екен. Яғни біріншіден, бас оптикалық оське параллель сәулелер линзадан сынғаннан кейін оның фокусы арқылы өтеді. Екіншіден, линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле сынбайды. Үшіншіден, линзаның бас фокусы арқылы өтетін сәуле линзадан өтіп сынғаннан кейін бас оптикалық оське параллель жүреді екен. Дене 2F, яғни қос фокус аралығында орналасатын болса, АБ денесі сол АБ денесінің, яғни кескінін алайық. Ол үшін екі сәулені қарастырады екенбіз, яғни А нүктесінен бас оптикалық оське параллель орналасқан сәуле линзадан өтіп сынған кезде F фокус арқылы өтеді екен. Екінші сәуле бас оптикалық центр арқылы өтіп түзу бойыменен ешқандай өзгеріссіз түзу бойымен кетеді. Осы екі сәуленің қиылысқан нүктесіне денемізді тұрғызады екенбіз. Кескіні тұрғызамыз. Сол кескіні қарап отырсақ, дененің шынайы өлшемімен сәйкес төңкерілген және шынайы болып табылады екен. Егер дене F фокуспен қосарланған фокус аралығында жататын болса, дәл жаңағындай екі сәулені қолданамыз, яғни бірінші сәуле ол бас оптикалық оське параллель жатқан сәуле линзадан өту арқылы бас фокустен шағылып бас фокустен өтеді. Екінші сәулеміз бас оптикалық центрден өтіп түзу бойыменен кетеді ары қарай. Осы екі сәуленің қиылысқан нүктесінде дененің кескінін тұрғызады екенбіз. Қарап отырғандағыдай дене кескіні үлкейтілген, кері және шынайы болып табылады екен. Егер дене F фокуста орналасатын болса, онда бұндай денеде кескін болмайды. Яғни қарап отырғандағыдай бұл денеден біз кескін ала алмайды екенбіз. Келесі жағдайда, егер дене фокус пен оптикалық центр аралығында орналасатын болса, ондай кескін жалған, тура және үлкейтілген болады екен. Яғни міне біздің АБ денеміз бас оптикалық оське параллель сәулені алады екенбіз. Ол сәулеміз линзадан өтіп сынып бас фокустен өтеді. Екінші линзамыз бас жаңағы оптикалық центрдан өтеді. Осы екі сәуленің қиылысқан нүктесіне біз денеміздің кескінін тұрғызады екенбіз. Көріп отырғандағыдай бұл дененің кескіні үлкейтілген, жалған және тура болып табылады екен. Жалған болуының себебі ол денемен жаңағы, яғни линзаға дейін дененің артында орналасқан. Келесі жағдайда біз шашыратқыш линзаның кескінін алады екенбіз, яғни шашыратқыш линзаның кескінін алған кезде, яғни сол АБ денесінен екі сәулені қарастырамыз. Бірінші сәуле бас оптикалық оське параллель орналасқан, ол сәуле шашыратқыш линзадан өткен кезде шашырап, жалған фокус арқылы өтеді екен. Екінші сәулеміз бас оптикалық центр арқылы өтіп, түзу бойымен өзгерместен бағытталады екен. Осы екі сәуленің қиылысқан нүктесінде, яғни денеміздің кескінін салады екенбіз. Қарап отырсаңыздар, кескініміз, яғни жалған, өлшемі кішірейтілген және тура болып табылады екен. Сабағымыз аяқталды.